Конституцияның бірінші бабына сәйкес Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет деп санайды. Оның ең жоғарғы құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып табылады. Сонымен қатар, діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Қазақстан Республикасы заңының кіріспесінде Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы мемлекет ретінде орнықтыратынын, әркімнің ар-ождан бостандығы құқығын растайтынын, әркімнің діни нанымына қарамастан тең құқылы болуына кепілдік беретінін, Ханафи бағытындағы исламның және православиялық христиандықтың халықтың мәдениетінің дамуы мен рухани өміріндегі тарихи рөлін танитынын, Қазақстан халқының рухани мұрасымен үйлесетін басқа да діндерді құрметтейтінін, конфессияаралық келісімнің, діни тағаттылықтың және азаматтардың діни нанымдарын құрметтеудің маңыздылығын танитынын негізге алатындығы айтылған. Қазақстандағы зайырлылық әрбір адам кез келген діни немесе өзге де нанымдарды ұстануға құқылы екенін білдіреді. Ешбір дін мемлекеттік немесе міндетті болып белгіленбейді. Діни бірлестіктер және Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар дінге көзқарасына қарамастан заң алдында тең. Ешкімнің де өз діни нанымдары себептері бойынша Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарында көзделген міндеттерін атқарудан бас тартуға құқығы жоқ. Діни негіздегі партиялардың қызметіне, мақсаттары мен іс-әрекеті мемлекетте бір діннің үстемдігін орнықтыруға, оның ішінде зорлық-зомбылықпен немесе зорлық-зомбылыққа үндеумен және өзге де құқыққа қарсы іс-әрекеттермен байланысты діни өшпенділікті немесе алауыздықты қоздыруға бағытталған діни бірлестіктер құруға және олардың қызметіне тыйым салынады. Зайырлы мемлекет діни бірлестіктердің қызметін де реттейді, өйткені олар азаматтық қоғамның ажырамас бөлігі болып табылады. Дінаралық келіспеушіліктер мен төзбеушілік азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына тікелей қауіп төндіреді. Осы себепті мемлекеттік конфессиялық қатынастар диалогқа, өзара түсіністікке және ынтымақтастыққа негізделген. Зайырлы мемлекет елдегі тұрақтылық пен қауіпсіздіктің кепілі.